сол руының атын көлігіне жазып алғандарды көшеден көреміз. Мынау Сен өзің не деп ойлайсың? киіміне жазып алатындарды көреміз. Өзің ойың ба? Мен былай ойлаймын аға. Қазақ руға бөлінбейді, қазақ одан құралады. Яғни ол бізді құрастыруға қызмет ету деп ойлаймын. Осы жаңағындай жағымсыз әрекеттер кейде бір қоғамда қисық айна тәрізді. Мен бұны жақтамаймын. Біз ат төбеліндей қазақпыз. Біз 80 миллион емес, біз түрік сияқты, 140 миллион емес, біз орыстар сияқты, миллиард емес, біз Европаның көп елінен азбыз, кіші азбыз. Егер де біз осы 11-12 миллионға әрең жеткен қазақты 40 руға бөлетін болсақ, быт-шыт боламыз. Ресейдің тарихында, Ресейдің архивында қазақты қалай жаулап алғаны жатыр бәрі. Көп тарихшылар біледі, қазақты бөліп жарып, руға бөліп, жүзге бөліп, сөйтіп барып жеңген болады. Қазақ біріккенде Аңырақайда ең қауіпті жауына соққы берген. Неге жеңді? Біріккенде жеңді. Басы біріккенде. Бұл жерде сен қай жақтансың деп айтқан жоқ. Абылай ханның жанында әр жақтың, әр өңірдің батырлары болды. Оң жағында, сол жағында. Егер де біз бұндай науқасқа ілінетін болсақ, қазіргі Ливия ұқсап быт-шыт болып кетеміз. Тайпа дейді. Племена деп жатыр ма?